р әрпінің жазылуына назар аударамыз. Бас әрпін жазған уақытта жазу жолының жоғарғы бөлігінен бастаймыз. Үстіге қарай жоғарыдан төмен түзу сызық сызамыз. Астыңғы жағын имек етіп қайырамыз. Және шапкасы бар, саңырауқұлақ сияқты шапкасы бар. Бұл бізде бас әріп. Енді кіші әрпін жазған уақытта жазу жолының жоғарғы сызығынан бастап, жоғарғы жағынан қиғаш сызықтың бойымен қиғаш етіп, төменгі сызықтың астына түсеміз. Бірақ тым ұзын емес, орта жолдан тоқтаймыз және келген жолымызбен кері қайтадан қайтамыздағы қолымызды үзбей екінші бөлігін саламыз, имек. Қайтадан қайталаймын кіші әрпінің жазылуын. Жазу жолының жоғарғы сызығынан төмен қиғаш сызық сызамыз. Астыға төмен түсеміз де келген жолымызбен кері қайтамыз. Қолымызды үзбей имек етіп жоғарғы сызыққа тигіздім, төменгі сызыққа тигіздім, тұмсығын қайырамыз. Р әрпі.